Шри Шримадачи Bhaktivedanta Swami Prabhupadaның жан тану ғылымының 4-ші тарауының 3-ші бөлімін ағылшын тілінен қазақшалауым. 5 наурыз 2021 жыл. Туған атым Ержан Ильясұлы, рухани атым Ратқеш Ямадаса. Тек адам өлтірме емес, ешкімді өлтірме. 1973 жылы 3-ші жылы шілде айында Париж монастырында Шрила Прабхупада Библияда тек адам өлтірме деп емес, ешкімді өлтірме деп баршаға қатысты жалпы айтылған Иисус Христің парызына неге өз ыңғайларыңызға қарай теріс түсінік бересіздер деп кардинал Жан Даниэлмен сұхбаттасты Шрила Прабхупада. Иисус Христің өлтірме деген нұсқауына қарамастан христиандардың жануарларды өлтіре берулерінің сыры неде? Кардинал Даниэлу. Христиан дінінің өлтіруге тыйым салатыны рас болғанымен, біз адам өмірі мен жануарлар өмірі арасында айырма бар деп сенеміз. Құдайға ұқсас жаралған адам киелі болғандықтан адамды өлтіруге тыйым салынған. Шрила Прабхупада. Керісінше, Библияда тек адам өлтірме деп емес, ешкімді өлтірме деп баршаға қатысты жалпы айтылған. Кардинал Даниэлу. Біз тек адам өмірі ғана киелі деп сенеміз. Шрила Прабхупада. Өлтірме деген парызды теріс бұрмалап отырсыз. Кардинал Даниэлу. Қоректену үшін адам жануарларды өлтіруге мәжбүр ғой. Шрила Прабхупада. Жоқ. Адам астық, көкөніс, жеміс-жидек, сүт сияқты вегетариан азықтарымен қоректенеді. Кардинал Даниэлу. Ет жемей ме? Шрила Прабхупада. Жоқ. Адамдар вегетариан азықтарымен қоректенеді. Жеміс-жидектеріңізді жеуге келмейтін жолбарысқа жануарлардың етімен қоректену жазылса, жеміс-жидектеріңізді жеуге келмейтін жолбарысқа жануарлардың етімен қоректену жазылса, керісінше адамға көкөніс, жеміс-жидек, астық, сүт сияқты вегетариан азықтарымен қоректену жазылған. Сонда жануарларды өлтіру күнә емес деуіңіз қалай? Кардинал Даниэлу. Оны не үшін істейтінімізге байланысты ғой. Егер аштарды тамақтандыру үшін жануарларды өлтірсек күнә емес. Шрила Прабхупада. Өзіміз сүтін ішіп жүрген сиырдың анамыз екенімен келісесіз бе? Иә, әрине. Кардинал Даниэлу. Әрине. Шрила Прабхупада. Егер сиыр өз анаңыз болса, онда сиыр союды қалай жақтайсыз? Сүтін ішесіз де, қартайып сүтті су алған соң бауыздап өлтіруіңіз адамгершілікке жата ма? Индияда ет жейтіндерге теке, шошқа тәрізді кейбір ұсақ жануарларды тіпті буйволды да сойып жеуге рұқсат етілген. Керісінше сиыр сою кешірілмес күнә. Кришнатан өлімін уағыздағанда еттің ешбір түрін жемеулеріңізді өтінеміз. Шәкірттерім осы ұстанымды қатаң ұстанады. Керісінше, егер басқалар әлдебір жағдайлардың салдарынан ет жеуге мәжбүр болса, онда кейбір ұсақ жануарлардың етін жеулері керек. Сиырларды өлтірмеңіздер. Сиыр сою кешірілмес күнә. Күнәсін өтемейінше күнәһар Құдайды тани алмайды. Адамның басты міндеті Құдайды тану, Құдайды сүю. Керісінше, егер күнәһар күйіңізде қалсаңыз, онда Құдайды сүймек түгіл еш уақытта тани алмайсыздар. Кардинал Даниэлу. Маңызды бұл емес, маңыздысы Құдайды сүю деп ойлаймын. Әр діннің парыздары әрқалай ерекшеленеді. Шрила Прабхупада. Библияда Құдай өлтірме деген парызды іс жүзінде істеуге үйрететіндіктен сиырларды өлтіру кешірілмес күнә. Кардинал Даниэлу. Құдай индияндарға өлтіру жақсы емес десе, еврейлерге? Шрила Прабхупада. Жоқ, өлтірме деп үйреткен Иисус Христің парызы неге өз ыңғайларыңызға қарай теріс бұрмалайсыздар? Кардинал Даниэлу. Иисус Пасха мейрамында қозыны құрбанға шалуға рұқсат еткен. Шрила Прабхупада. Иисус қасапхананы ешқашан қолдамаған. Кардинал Даниэлу. Күледі. Қолдамаса да өз ет жеген. Шрила Прабхупада. Жейтін тамақ қалмаса, аштан өлмес үшін ет жеушілердің жөні басқа. Керісінше, тек тіліңізді қанағаттандыру үшін ғана қасапханаларда жануарларды өлтіру кешірілмес күнә. Жануарларды қанішер қасапханаларда қинап өлтірулеріңізді қоймайынша адами қоғам емессіздер. Аштан өлмес үшін кейде жануарларды өлтіруге мәжбүр болса да, ең құрғанда сиыр анамызды өлтірмеу адамгершілік ар-ұжданымыздың, инабаттылығымыздың нышаны. Кришнатану қозғалысында ешбір жануарды өлтіруге жол бермейміз. Патрам, пушпам, палам, тоям, йоме бактия, праячати. Маған көкөніс, жеміс, сүт, астық азықтарын берілесін. Бхагавад-гита 9.26 дейді Кришна. Біз тек Кришнаға ұсынылған астың сарқытын прасадын ғана ішіп жейміз. Басқа саналуан
sanalgan jemishlerini berетін ағаштар өлтірілмейді. Әрине, бір тірі жан басқа тірі жанның азығы болғанымен, бұл тамақ үшін анаңызды сойып же дегенді білдірмейді ғой. Бейкүнә сиырлардың сүтін ішкен соң, қасапханада өлтірулеріңіз кешірілмес күнә. Шәкір, Шрила Прабхупада христиандардың ет жеуге рұқсат етілген деген түсініктері адамда бар жан тіршіліктің төменгі түрлерінде жоқ деген пікірге негізделген. Шрила Прабхупада бұл ақымақтық. Ең алдымен денеде жанның тіршілік ететін айғақтайтын нышандарын түсінейік. Адамда бар жан, сиырда жоқ деген пікірдің анық-қанығына сонда көзіміз жетеді. Сиыр мен адам арасындағы айырмасы қайсы? Егер айырмасын тапсақ, онда жануарда жан жоқ дей аламыз. Керісінше, егер жануар мен адам арасынан еш айырма көрмесек, онда қалайша жануарда жан жоқ дейсіз. Жалпы нышандары мынадай: жануар ішіп жейді, сіз де ішіп жейсіз. Жануар ұйықтайды, сіз де ұйықтайсыз. Жануар жұмыс қатына түседі, сіз де жұмыс қатынасына түсесіз. Жануар қорғанады, сіз де қорғанасыз. Араларыңыздағы айырмаларыңыз қайсы? Кардинал Данило. Жануар мен адамдардың биологиялық тіршілігінің бірде екенін мойындасақ та, жануарда жоқ жан тек адамда ғана бар деп сенеміз. Шрила Прабхупада. Бхагавад-гитамыздың айтуынша, сарва йонушу, тіршіліктің барлық түрлерінде жан тіршілік етеді. Дене киім секілді. Сіз қара түсті киім киесіз, мен қызғылт сары, шафран түсті киім киемін. Бірақ киімнің ішіндегі сіз де адамсыз, мен де адаммын. Әртүрлі тіршілік түрлеріндегі денелер де әртүрлі киімдер секілді. 8.400.000 тіршілік түрлерінің, яғни киімдердің әрқайсының ішінде Құдайдың бөлінбес бөлшегі, рухани жан тіршілік етеді. Мысалы, бір адамның екі балалары бірдей мақтаулы болмауы мүмкін. Бір баласы жоғарғы сотта істеп, екінші баласы қара жұмысшы болса да, бір-біріне ұқсамайтын екі баласының екеуіне де балаларым деп бірдей қарайтын әкесі қара жұмысшы баламнан сотта істейтін балам маңыздырақ деп бөліп жармайды. Егер сотта істейтін баласы: құрметті әкем, қабілетсіз қара жұмысшы балаңызды сойып жеуіме рұқсат беріңіз десе, әкесі рұқсат бере ме? Кардинал Данило. Әрине рұқсат бермегенімен, күллі тіршілік түрлерінің Құдай тіршілігінің бөлшектері деген идеямен келісуіміз қиын. Адами тіршілік түрі мен хайвани тіршілік түрлерінің араларындағы айырмалары зор. Шрила Прабхупада. Айырмалары сананың даму деңгейінде. Адами дені дамыған санаға ие. Тіпті ағаштың да жаны бар болғанымен, ағаштың санасы онша дамымаған. Кесіп шауып тастаса да қарсыласпайтын сияқты көрінетін ағаштың аз ғана қарсыласуы елеусіз қалады. Джагадиша Чандра Боуз деген ғалым ағаштар мен өсімдіктерді кескенде қиналатын көрсететін құрал жасап шығарды. Біреу өлтіруге келгенде жануардың қарсыласатын, жылайтын, жан түршіктіре бақырып шақыратын көріп жүрміз. Барша тірі жандардың бойларында бар ішкі жан дүниелері саналарының даму деңгейлеріне қарай әрқалай байқалады. Кардинал Данило. Ал метафизика тұрғысынан қарасақ, тек адам өмірі ғана киелі. Жануарларға қарағанда адамдар жоғарырақ деңгейде ойлайды. Шрила Прабхупада. Жоғарырақ деңгей неден байқалады? Жануар тәнін асырау үшін тамақтанады. Сіз де денеңізді асырау үшін тамақтанасыз. Сиыр жайылымда шөп жейді, ал адам бүгінгі машиналармен жабдықталған зәулім қасапханаларда сойылған етті жейді. Тек үлкен машиналарыңыз бен қанішер қасапханаларыңыз болғандықтан ғана дамыған адами денемізде жан бар деуіңіз, керісінше тек жайылып жүріп шөбін жейтіндіктен ғана жануарда жан жоқ деуіңіз жөнсіз, қисынсыз, логикаға сыймайды. Жануар мен адамның ұқсас қылықтарын өз көзіңізбен көріп жүрміз. Кардинал Данило. Тек адамдар ғана өмірдің мәнін метафизикамен зерттейді ғой. Шрила Прабхупада. Иә, онда жануарда жан жоқ дегенге неліктен сенетіңізді сол метафизиканың көмегімен зерттеп табыңыз. Метафизика деген осы. Метафизикамен ойлануыңыз дұрыс. Керісінше, егер жануарша ойлансаңыз, онда метафизикалық зерттеуіңізден не пайда? Метафизика дегеніміз физикалық фәни денеден жоғары, яғни рухани дегенді білдіреді. Сарваянуши каунтея, муртая самбавантия, тасам брама махадионир ахам брама праджапита. О күн түйілі, тіршіліктің барлық түрлері фәни табиғат аясында туады. Ал оның ұрық беруші әкесі мен екенімді түсіндейді. Кришна Бхагавад-гитада 14.4. Сарваянуши каунтея, әр тірі жанның бойында мәңгі бақи жан тіршілік етеді. Метафизикалық таным деген осы. Енді
Krishnatanu ilmin be, elde 3. dereceli ahmaktan fikrin be. Olsa ki onun kaysını metafizikalik dep moyundayız. Kardinal Danilo. Onda Xuday nelikten janivarlarda birin biri jeytin etip jaratkan. Bu jaratılış kateligine oxsaydı. Şila Prabhupada. Bu katelig emes. Eger janivarlarda jeginiz gelse, asam yerimde Xuday bar mümkünlükti beredi. Emnerken yetçeyi alığınız için kelesi ömürgünüzde jolbarыстың təni beredi de, kasapxanalarda janivarlarda öldürüp yetçeyi için nesine övrelenesin. Sağan azı tişlermen tırnaklar bereyin. Endi emnerken yetçeyi ber dep yetçeyişler de oslay jazalaydı. Kelesi ömürlerinde köbrek mümkünlüklerge yeleni için yetçeyişler jolbarıs, kaskır, mısık, it tәрізді denelerde tuvadı.